Dinde қателесіп, дұрыс емес жолға түсіп кетудің жолдарының бірі діни мәтінді дұрыс түсінбеу. Мысалы, енді теолог маман ретінде айтатын болсам, енді бірнеше мысал бар, соған бір мысал келтіретін болсам, қараңыз, кейбір бауырларымыз, мысалы үшін жаңағындай намаз барысында рүкүға барғанда және қайтқан кезде тәкбір алып қол көтереді. Неге десеңіз, имам Бұхариде келген хадисті дәлелге келтіреді. Мысалы, Абдулла ибн Омар деген сахаба намаз барысында рүкүға барғанда және қайтқанда қол көтеретін еді дейді. Осыны дәлелге алып, мысалы, осы амалды жасайды. Сахих Муслимде де бір хадис келеді. Пайғамбар айтты дейді, не үшін мен сендердің қолдарын құдды бір аса аттың құйрығы тәрізді көтеріліп түсіп тұрғанын көріп тұрмын. Намазда тыныш тұрыңдар деген хадис. Енді қарасаңыз, екі хабар бір-біріне қарама-қайшы келіп қалды. Енді біздер сол Абдулла ибн Омар деген сахабаның ғұмырын әрі қарай зерттеп көреміз де, оның осы амалды кейінгі уақыттарда жасамай қалғанын көреміз. Демек, мына хадис, мына амалдың үкімін жойды. Енді имам Бұхариде келген хадис екен деп, сахих екен деп, барлығына амал ете беруге болмайды деген мағына шығады. Неге? Себебі сахих бола тұра үкімі жойылған хадистер бар. Құранда келе тұра үкімі жойылған аяттар бар. Енді оны түсіну үшін дін мамандарына барып жолығу керек. Сол үшін, құрметті бауырым, қандай да бір діни сауалыңыз болса, арнайы оқыған маманнан сұрауға кеңес береміз.